Так, сонымен динамикаға қатысты есептерді шығару үшін бізге ең бастысы бір денеге қандай күштер әсер етеді, соларды түсінуіміз керек. Күштердің бірнеше түрі болады. Жай мысалға бір затты itергендегі күш, немесе тартқандағы күш, тартылыс күші, жіптің керілу күші, үйкеліс күші, нормаль күші және реакция күші. Қазір бұлардың әрқайсысын қалай табу керек және және бұлар қалай белгіленетінін қайталап өтем. Так, сонымен ең бірінші обычный күштен бастайық. Күшті біз F деп белгілейміз. Ол обычный есептерде жай беріледі. Күш қалай қарай әсер етіп жатыр, бағыты, қанша ньютон екені, соның барлығы. Келесі тартылыс күші. Тартылыс күші ол егер кез келген заттың массасы болатын болса, оның мысалға жаңағы жерге немесе басқа да планетаға бір тартылыс күші әсер етеді. Және оны масса көбейтілген гравитация арқылы табуға болады. Білесіздер, гравитация жерде 9,8, бірақ біз бүгін бұл гравитацияны 10 жуықтап 10-ға тең деп аламыз. Ал басқа планеталар үшін гравитация басқаша әртүрлі. Мен даусым қалай, естіліп тұрма барлығына? Чатқа жазып жіберіңіздер. Жақсы, рахмет. Келесі жіптің керілу күші. Оны Т деп белгілейміз. Мысалға қараңыздар. Кез келген затты жіппен тартатын болсаңыз, жіп ол получается тоже бір жіптің тоже бір әсер етіп жатқан, сізге әсер етіп жатқан және жаңағы денеге әсер етіп жатқан бір керілу күші болады. Және де ол жіптің жаңағындай бір максималды керілу күші болады. Егер сіз оны жаңағы тартқан кезде максималды керілу күшінен артып кететін болсаңыз, онда жаңағы жіп не істейді, үзіліп кетеді. Оны да ескеру өте маңызды. Келесі үйкеліс күші. Үйкеліс күшін біз осындай кішкентай F-пен белгілейміз. Немесе кейбір кітаптарда қасына мындай Ö деген әріпті жазады. Үйкеліс дегенді білдіретін. Және бұл үйкелісті табу үшін бізге үйкеліс коэффициенті өте маңызды. Нью көбейтілген N. N дегеніміз не? N деген ол нормаль күші. Нормаль күші дегеніміз ол мысалға кез келген бір жазықтыққа немесе көлбеу тұрған жаңағы горка сияқты болады ғой жаңа. Көлбеу тұрған горка сияқты заттың үстінде бір не тұратын болса, зат, допустим, бір блок, сол жаңағы
жерден немесе горкадан әсер ететін, сізді яғни көтеріп тұрған күш деп алсақ болады. Қазір бұның барлығын есептеп көрсетем, қалай табу керек екенін. Және келесі реакция күші. Реакция күші ол мысалға сіз кез келген затты итерсеңіз, сізге қарама қарсы осы реакция күші әсер етеді. Яғни сіз стенаны 10 ньютонмен итеретін болсаңыз, стена сізді тоже 10 ньютонмен итеріп тұр деген сөз. Немесе сіз жерге, допустим, 600 ньютонмен басып тұрсаңыз, ол сізді тоже 600 ньютонмен итеріп тұр деген сөз. Нормаль күші осы реакция күшінің бір бөлігі сияқты, бір тармағы сияқты ғой. Сіздерге түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Так, нормаль күші мен реакция күшін қайталап түсіндіру керек, сонда. Жақсы. Аха, қазір түсіндірем. Так, нормаль күші дегеніміз, қазір мен ручканы тауып алайыншы. Так, нормаль күш дегеніміз, мысал қараңыздар. Допустим, бізде бір жазықтық бар, осындай. Және оның үстінде бір зат тұр. Заттың жаңа біз айттық, тартылыс күші бар, осындай жерге mg деген. Және осыдан жоғары әсер ететін бізде нормаль күші болады, n. Егер осы вертикал бағытында басқа күш болмайтын болса, яғни бізде n неге тең болады? mg-ге. То есть, мысал қараңыз, мына дене жерге mg деген күшпен әсер етіп жатса, жерде мына денеге
n деген күшпен әсер етіп жатыр. Ал ол n неге тең болады? mg-ге. Енді қараңыз, допустим, келесі жағдай, жаңағы зат тұр, бірақ төмен қарай mg, иә? Бірақ бұған жоғары қарай кішкене бір күш тартуға тырысып жатыр да. Бірақ бұл жеткіліксіз бұны толығымен көтеру үшін. Сонда бұда әлде бір нормаль күші болады. Бірақ ол неге тең болады? mg азайтылған f. То есть көрдіңіз бе, егер вертикаль бағытта бізде қосымша бір қандайды бір күш пайда болса, ол бұл n-ді не істейді? n-ге әсер етеді. Ал керісінше төбесінен басып тұратын болса, онда mg қосылған f болады. То есть нормаль күші өседі ғой, үстінен басып тұрғандықтан. Ал көтеріп тұрса, жаңағындай затты, значит, нормаль күші керісінше азаяды. Ал енді көлбеуді қарастырайық. Қандай да бір уголда, иә, осындай. Бұл жерде нормаль күші бізде мына көлбеу бар ғой, жазық, мына көлбеуге 90 градуспен әсер етеді. N. Ал mg бізде әрдайым төмен, осыны. mg. Егер угол бізде мында болса, мына жердегі уголды тауып көрейік. Мына альфа мына жерде бола ма, әлде мына жерде бола ма? Соны қазір тауып көрсетейін сіздерге. Қалай табамыз оны? Мына күш мына жазықтыққа параллель тұр, иә? Енді қараңыз, мына бір үшбұрыш қой. Мына жері альфа болса, мына жері менде 90 минус альфа. Мына жері 90 минус альфа болса, мына жері тоже 90 минус альфа. Значит, менде мына жері тоже альфаға тең. Сонда жаңа күштің екі проекциясы қандай болды? mg болса, альфа менде мына жерде mg косинус альфа. Ал мұнда mg синус альфа. Сонда мына n неге тең болады? Қараңыздар, n былай қарай уже бағана тек қана мына x пен y-ды біз былай қарастырамыз. x, y болса, мына жерде бізде как будто x пен y өзгерген сияқты. Мұнда x штрих деп жазайық. Ал мұнда y штрих. То есть біз не істедік? Мына координаталарды кішкене бұрдық. Түсінікті ғой, да? Сонда мына y штрих, мына штрих деген нені білдіреді? Бұл жаңа координата дегенді білдіреді, да? Уже басқа дегенді білдіреді. То есть мына y штрих бізде y штрих бойынша n жоғары mg косинус альфа төмен әсер етеді. То есть көлбеу болған кезде n бізде уже неге тең болады екен? mg көбейтілген косинус альфа. Кейбір есептер болады. Когда сіздерге уголды мына жерден емес, мына жерден береді. Альфады.
Ондай болса, n жоғары болады. Бұлай қарай. Ал mg, то есть n-ге қарама қарсы mg синус альфа болады. Мынаны жаттап алсаңыз болады, немесе мына жаңа мен сіздерге көрсеттім ғой. Қалай табу керек екен мына углды, мына жердегі углды. Сол арқылы тапсаңыз болады. Мына жерде сонда n уже бізде mg синус альфаға тең болады. Қазір түсінікті ма? Нормаль күші деген? Жақсы, сонда тек қана мына бұрышын қалай табу керек, соны сызу керек, иә, сізге? Онда былай істейік. Так, қай жерге сызсам болады? Мына жерде біреуін өшіру керек екен. Мынаны өшіріп, қайтып басынан сызып берейін, иә? Қараңыз. Көлбеу. Мына жерде бізде альфа. Төмен қарай. mg. Мына бағытта бізде бағана айтқандай n. Енді mg-ді біз не істейміз? Екі проекцияға бөлеміз. Ой, біреу былай, екіншісі что-то бір түрлі сызылмай жатыр. Екіншісі былай. Так, енді угол бізде мына жерде ма, әлде мына жерде ма? Соны табу керек. Оны табу үшін былай істейік. Мынаны үш бұрыш қылып бөлеміз. Сонда мына жерім менде 90 минус альфа болады. Ну, үш бұрыш қой. Мына бізде үш бұрыш қой. Мына жер 90. Үш бұрыштың ішін қосқан кезде бізде не болу керек? 180 болу керек. Сол үшін мына бір угол менде 90 минус альфа. Енді барлығын қоссам, мына жерде 180 шығады. Мына жерде менде 90 минус альфа болса, қараңыз, мына жер менде тоже 90 минус альфа, дұрыс па? Ал мына екеуінің қосындысы 90 градус қой. Егер мына 90 минус альфа болса, мына жер менде альфа болады. Сұрақ бар ма?
Жақсы, сұрақ жоқ болса, енді мына жерім менде альфа болса, значит, мына жерім mg косинус альфа, ал мынау проекциясы mg синус альфа болады, Жақсы, онда реакция күшіне көшейік. Реакция күші дегеніміз ал жаңағы тура нормаль күші сияқты, бірақ мысалы қараңыз. Мынау бізде стена. Стенада бір дене тұр, Біз денеге бір F деген күшпен әсер ететін болсақ, ол стена денеге тоже бір R деген күшпен әсер етеді. Осы реакция күші. Немесе бұлай болуы мүмкін. Екі дене былайынан тұр. Сіз мына денені былай қарай F деген күшпен итеріп жатырсыз, Мына екеуінің арасында не пайда болады? Күш пайда болады, Бірінші күш ол бізде мына денеге әсер етеді. Ол реакция күші. Екінші күш мына денеге әсер етеді. Ол да реакция күші. Мына жердегі екеуі бір-біріне тең болады. Тура не сияқты? Нормаль күші бар ма? Тура сол сияқты. Мысалы, сіз жаңағы дене жерде тұрса, төмен қарай mg, жоғары қарай n. То есть, нормаль күші реакция күшінен шыққан деген сияқты ғой. Бір тармағы деп алсақ болады. Бірақ ол обычно мысалға жер жаңағы немесе горканы алатын болсаңыз, ол жерде біз уже нормаль күшін қолданамыз. Ал мына жерлерде біз реакция күшін қолданамыз. Енді давайте үйкеліс күшін көрсетіп жіберейін. Мына жерде жаңағы жөнді сызылмаған еді. Кейбір кітаптар осылай F үйкеліс деп жазады. F үйкеліс тең болады μ көбейтілген n. N-ді сіздер қалай табу керек екен бағана білесіздер, көрсеттім, нормаль күшін. Ал μ дегеніміз ол обычный коэффициент трения. То есть үйкеліс күшінің коэффициенті. Үйкеліс күшінің коэффициенті ол әрбір жаңағындай жазықтықта әртүрлі болады. Және ол сіздерде есептерде беріліп тұрады. Және осы үйкеліс күші бізде то есть үйкеліс коэффициенті 1 мен 0-дің арасында болады. То есть 0,5, 0,3 осындай сандар. Реакция формуласы дегенде қараңыздар. Негізі динамикада бір ғана формула бар. Мен сіздерге оны қазір көрсетем. Қалған барлығы ол жаңағындай не болады? Күштердің бағытын определять етіп отырып, шығаратын есептер болады. То есть, динамикада сізге ең алдымен күштердің бағытын сызу керек, қандай күштер әсер етіп жатқанын білу керек. Одан кейін сол күштерді бір-біріне қосу керек тағы. Сөйтіп шығару керек есептерін барлығын. Қазір мен жаңағы айтқан формуланы көрсетейін. Мұнда F net деп тұр. F net тең MA.
fnet дегеніміз не? Мынау негізі ағылшынша кітаптан алынған. F ортақ. Біз кеше көрсетіп едім ғой. Мысалға, бір күш былай әсер етеді. F1, екінші күш былай әсер етеді. F2. Және осы F ортақты F1 азайтылған F2 деп табамыз, иә? Немесе қазір 1 минут. Так. Вертикалына жылжыған кезде және горизонталына жылжыған кезде ол уже екі түрлі әңгіме. Оларды қазір мен сіздерге тоже есеп шығару барысында көрсетемін. Жақсы ма? Және тағы бір зат көрсеткім келді. Допустим, мысалы, біз кеше көрсеттік қой. F1 былай қарай, F2 былай қарай әсер етсе, дене егер бізде басқа күш әсер етпесе, дене бізде мына бағытта жылжиды ғой. Сонда мынау бізде F ортақ, иә? F ортақ осы бағытта болады. Және мына жердегі F ортақты біз қалай табамыз? Пифагор теоремасы. Так, давайте ары қарай жылжайық онда. Көрсетілген суретте блоктың үдеуін табыңыз дейді. То есть, мысалы қараңыз. Бізде осындай бір блок бар. 4 килограмм. Және мынандай бағытта бізде 5 ньютон күш әсер етеді. Бұны жазуға ұмытып кеттім. 5 ньютон күш әсер етеді. И осы жерден, получается, мына дене оңға қарай бір үдеумен қозғалып бастайды. Және осы үдеу неге тең болады? Соны табайық. Ең алдымен мына блокқа қандай күштер әсер етеді, соны қарастырып шығайық. Так. Бағана күштердің списогынан ең бірінші, давайте mg-ді жазайық. Тартылыс күші. Вертикальный бағытта бізде нормаль күші бар. N. Және мына бір күшті бізде бір углда тұр ғой. Бұрышпен көрсетілген. Одан арылу үшін біз не істейміз? Бұны екі проекцияға бөлеміз. Fx және Fy. Fx пен Fy-ды табайық. Қазір неге тең екенін.
Так, мына жерде бізде 5 емес, F деп жазайық. Мына жер бізде 37 градус, иә. Мынау бізде жанама катет болғандықтан F көбейтілген косинус 37, иә. Бұл біздің fx. Ал fy неге тең? F көбейтілген синус 37. Косинус 37 неге тең? Ой, мына 37. Косинус 37 неге тең? 0,8-ге, иә. Яғни 5-ті 0,8-ге көбейтсек, 4 ньютон. Ал fy синус 37 бізде 0,6 болғандықтан 0,6-ға көбейтеміз, сонда 5 көбейтілген 0,6 мына жерден 3 ньютонға тең болады екен. Жақсы. Енді мынаның орындарына жазып шығайық. Мына бізде 4 ньютон, мына бізде 3 ньютон, иә. Бірінші сұрақ, қалай ойлайсыздар? Мынау вертикалды бағытта қозғалады ма, қозғалмайды ма? То есть вертикальный бағытта қозғалу үшін fy бізде mg-дан үлкен болу керек, иә. mg бізде неге тең? 4 көбейтілген 10. То есть 40 ньютонға тең. 40 үлкен ба, әлде 3 ньютон үлкен ба? Әрине 40 үлкен. Сондықтан қозғалмайды, иә. Осы жерден енді давайте n-ді табайық, нормаль күшін. Вертикальный бағытта бізде осы 3 күш бар, mg, n, fy. Яғни n бізде неге тең? mg азайтылған fy-ға. И осы жерден 40-тан 3-ті азайтсақ, 37 ньютон. Осы жерден біз нормаль күшін таптық. Ал енді бұл дене қандай үдеумен қозғалатын табайық. Қараңыздар. То есть вертикальный бағытта қозғалмаса, енді горизонтальный бағытта қандай күштер әсер ететін табу керек. Горизонтальный бағытта бізде бір ғана күш бар, иә, осындай. Fx деген, который бізде 4 ньютонға тең. Одан басқа бізде күш жоқ. Значит, F ортақ бізде осы Fx-ке тең және 4 ньютонға тең. Ал бағана мен сіздерге көрсеткен формула бойынша қандай? F ортақ m-ға тең ғой. Яғни төрт тең болады 4a-ға, иә. F ортақ менде 4, масса менде тоже 4 килограмм. Орындарына қойсам, үдеу неге тең болады екен? 1 метр секунд квадратына. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма?
Сізге именно қай жерін түсіндіру керек, или басынан бастап түсіндіру керек па? Так. Что-то ответ жоқ. Сізде қазір интернет ұстап тұр ма? Сіз мені естіп тұрсыз ба? Алдияр? Жақсы. Егер интернетпен проблема болса, онда былай істейік. Сіз кейін осы видеоны қайтып жіберемін, осы кезде қайталап қарап көріңіз. Жақсы ма? Жақсы. Келесі есеп шығарайық. Көрсетілген суретте блоктың үдеуін табыңыз дейді. То есть мына жерде бізде уже қараңыздар. Үйкеліс коэффициенті берілген. 0,1. Бағана мен сіздерге айттым ғой. Коэффициент, осы үйкеліс коэффициенті 0 мен 1-дің арасында болады. Мына жерде көрсетіліп тұр 0,1 деді. Ең алдымен не істейміз? Мына блокқа қандай күштер әсер етеді? Соларды сызайық. Мына жері 53%, 53 градус қой. Мына күштен арылу үшін біз не істейміз? Бұны екі компонентке бөлеміз, былай және былай. fx және fy. Так. Мына жері 53. fx неге тең болады? F көбейтілген косинус 53. Ал fy неге тең болады? F көбейтілген синус 53. Бірден сандарын тауып жазып қояйық. F бізде 10 ньютон. Косинус 53 дегеніміз бізде 0,6-ға тең, яғни 6 ньютонға тең. Ал мына жерде F10 синус 53 дегеніміз 0,8-ге тең, яғни 8 ньютон. Жақсы. Және тағы да қандай күштеріміз бар? Төмен қарай mg, жоғары қарай n, және үйкеліс күші, үйкеліс күші бізде артқа қарай әсер етеді. Үйкеліс күші әрдайым қозғалысқа қарама-қарсы әсер етеді, қарама-қарсы бағытта. F деп жазып қояйық. Болды, бұлардан басқа бізде ешқандай күш жоқ. Енді вертикальный бағытта қандай күштер бар? Соларды теңестіріп жазайықшы. Қараңыз, n, mg және fy. Fy мен mg бізде бір бағытта, n басқа бағытта.
яғни n бізде неге тең болады? mg қосылған fy. Ал горизонтальный бағытта бізде қандай күштер? Горизонталды бағытта бізде яғни fx оңға, ал коэффициент трениясы солға. Олардан басқа күш жоқ, иә? Сонда біз былай істейміз. F ортақты тең дейміз да. fx азайтылған үйкеліс күші, иә? Неге fx азайтылған үйкеліс күші? Себебі мына дене егер қозғалатын болса, fx бізде үйкеліс күшінен артық деп артық дегенді білдіреді. Қазір осыны санау керек. fx шынымен де үйкеліс күшінен артық па, әлде артық емес па? Ал мына үйкеліс күші неге тең? Бағана мен сіздерге көрсеткем, μ көбейтілген n, иә? Так. n-ді давайте мына жерден алдымен тауып алайық. n бізде mg, яғни 40 қосылған fy дегеніміз 8, иә? Яғни 40 қосылған 8, 48 ньютонға тең. μ бізде 0,1 көбейтілген 48. Осы жерден 4,8 ньютонға тең екен. Ал fx бізде 6 ньютон. Яғни ол шынымен де оңға қарай қозғала алады дегенді білдіреді. Давайте енді осы жерден f ортақты тауып алайық. fx бізде санағанымыз бойынша 6, ал үйкеліс күші 4,8. Яғни 1,2 ньютонға тең болады екен. F ортақты таптық. И осының көмегімен біз не істесек болады? Үдеуді тапсақ болады. F ортақ тең болады m-ға. Және осы жерден 1,2 тең болады 4a. И a тең болады 0,3 метр бөлінген секунд квадрат. Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, егер сұрақ болмаса, онда ары қарай жылжайық. Жоқ, үзіліс емес. Көрсетілген суретте жәшіктің үдеуін табыңыз дейді. Яғни бізде мұнда бір адам мынандай жәшікті
20 көбейтілген түбір астындағы 2 деген ньютонмен 45 градуспен тартып жатыр, иә. Жәшіктің массасы 5 килограмм, және бізде мұнда коэффициент трениясы бар. Ең алдымен, как всегда, не істейміз? Күштерді сызамыз. Вертикальный бағытта бізде төмен қарай mg, жоғары қарай n, және осы күштің екі проекциясын сызайық. fx және fy да. fx пен fy неге тең болады екен? Так, мына жер 45. fx дегеніміз бізде f косинус 45, иә? Так, f дегеніміз 20, түбір астындағы 2, косинус 45 дегеніміз ол түбір астындағы 2 бөлінген 2 бар. Енді қараңыз, түбір асты 2 көбейтілген түбір асты 2 бізде 2-ге тең болса, 2 бөлінген 2 бізде қысқарып кетеді, мұның барлығы. Яғни fx бізде 20-ға тең. fy дәл солай. Синус f көбейтілген синус 45 қой. Синус 45 пен косинус 45 бір-біріне тең. Сондықтан бірден 20 ньютон деп жаза салайын, иә. Жақсы. Енді мынандай сұрақ. Бұл қалай қарай қозғалады? Бірден жоғары көтеріліп кете ме, әлде оңға қарай жылжи ма? Соны табу керек. Оны табу үшін біз mg мен fy-ды салыстыру керек. mg бізде неге тең? 5 көбейтілген 10, иә? То есть 50 ньютон. Ал fy бізде 20 болды. Яғни fy 50 ньютонды жоғары қарай көтеріп кете алмайды. Сол үшін ол жермен оңға қарай скользить етеді. Және де мына жерде бізде тағы бір күшті сызуға ұмытып ол үйкеліс күші. Так, енді y бағытындағы күштерді салыстырайық. Y бағытында бізде жоғары қарай n және fy, ал төмен қарай mg. То есть, былай жазсам болады, n плюс fy, екеуі бір бағытта болған үшін қосылады, тең болады mg-ға, немесе n тең болады mg минус fy. Дұрыс қой? Яғни осы жерден n неге тең болады екен? 50 азайтылған 20. 30 ньютонға тең болады. Мен n-ді білсем, оп-оңай үйкеліс күшін таба аламын, иә? F тең болады μ көбейтілген n. μ бізде 0,25 көбейтілген 30. Яғни мынау 7,5 ньютонға тең болады, қателеспесем. 7,5 ньютон. Ал енді x бағытында бізде қандай күштер бар? fx және үйкеліс күші. fx бізде үйкеліс күшінен көбірек. Сондықтан біз не істей аламыз? Мына жәшікті оңға қарай тартып кете аламыз, иә? Және f ортақ бізде осы жерде неге тең? fx азайтылған үйкеліс күші. 20-дан 7,5-ті азайтсақ, бұл бізге 12,5-ті береді, 12,5 ньютон.
Енді үдеуін табу үшін f ортақ керек қой бізге. F ортақ тең болады m-ға және осы жерден үдеуіміз бізде 12,5 бөлінген 5-ке тең. Бұл бізде 2,5-ке тең болады. 2,5 ньютон. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Я дұрыс айтасыздар. Мына жерде менде қате кетіп қапты. Ньютон емес, мына жерде метр бөлінген секунд квадрат болады. Жақсы. Онда келесі есепке өте берейік. Суретте көрсетілген блоктардың массалары 2 килограмм және 1 килограмм болса, системаның үдеуін табыңыз дейді. Қараңыздар, бұл жерде бізде екі масса, яғни динамикада егер сізде екі масса болса, сіз осы екі массаға әсер ететін күштерді бөлек-бөлек сызуыңыз керек. То есть, как будто екі массаны екі түрлі система ретінде қарастырасыз. Сонымен давайте алдымен бірінші массаға қандай күштер әсер ететінін сызайық. Былай қарай, жіптің керілу күші, яғни Т, төмен қарай mg, және жоғары қарай m. Бұдан басқа бізде күш бар ма? Жоқ, бізде үйкеліс күші де жоқ, ештеңе жоқ, сол үшін оларды қоспаймыз. Яғни осы жерден y бағытындағы бізде m mg-ге тең, үйкеліс күші болмағандықтан, бұл бізге қажеті жоқ. Оны сіз жазбай қойсаңыз да болады. Ал x бағытында жіптің керілу күшінен басқа бізде ешқандай күш болмағандықтан, біз не істейміз? M1 как будто оңға қарай қозғалып жатқан сияқты қылып қарастырамыз. Яғни Т тең болады. Ой, кешіріңіздер, F ортақ тең болады осы Т-ға. Ал Т бізде неге тең? Ой, кешіріңіздер, F ортақ неге тең? Бізде M-ға тең ғой. Яғни Т тең болады M-ға. Мына жерде F ортақтың орнына мен не істедім? Мына жіптің керілу күшін әкеп қойдым. Сонда Т тең M болды. Бұл бізде осы жіптің керілу күшінің әсерінен бірінші масса қандай үдеумен қозғалады, соны тауып жатырмыз. Ал енді давайте екінші массаны қарастырайық. Бұған қандай күштер әсер етеді? Төмен қарай mg, m2g, және жоғары қарай бізде жіптің керілу күші бар. Басқа күш бар ма?
жоқ, иә. Енді бұл система біз төмен қарай қозғалып жатыр деп есептесек болады. Яғни M2G бізде T-дан үлкен деп, иә. Сонда F ортақ неге тең болады? M2G азайтылған жіптің керілу күші. Ал F ортақ бізде M2A-ға тең, иә. Мына екеуін теңестірейік. Сонда бізде не шығады? M2G азайтылған T тең болады M2A. Дұрыс па? Бізде қарап отырсаңыз, мына жерден бір формула шықты, мына жерден екінші формула шықты. Енді не істеу керек? Осы екі формуланы комбинировать ету керек. Бір-біріне қосамыз, иә? Бірінші формула қосылған екінші формула. Қалай қоссақ болады? Мына жерде жай ғана аламыз да, T-ның орнына M1A-ді қойып жазамыз. Сонда M2G азайтылған M1A тең болады M2A-ге. Осы жерден үдеуді табу үшін үдеудің барлығын бір жерге жинаймыз. M2G тең болады M1A қосылған M2A. Немесе M1 қосылған M2A. Осы жерден үдеуді оп-оңай тауып алсақ болады. Ол неге тең болады? M2G бөлінген M1 қосылған M2. Үдеудің формуласын таптық. Енді осы жерден сандарды орнына қояйық. M2 бізде 2, гравитация бізде 10 бөлінген. M1 қосылған M2 бізде 3-ке тең. Яғни 20 бөлінген 3, ол бізде 6,67 ньютон емес, метр бөлінген секунд квадраты. Так, енді бізде тағы не белгісіз? Бізде жіптің керілу күші белгісіз. Соны тоже таба салайық. Ол үшін біз кез келген екінші формулаға немесе бірінші формулаға A-дің орнына осы 6,67-ні қойып тауып алсақ болады. Қарап отырсаңыз, бірінші формулаға қойып тапқан әлдеқайда жеңіл сияқты. Сол үшін соған қойып M1A. M1 бізде 2 килограмм. Так, мен мына жерде кішігірім қате жасап жүрмін. M2 бізде мұнда 1 килограмм екен. 2 деп жазып жүрмін. M2 мұнда 1 килограмм. Сонда мұнда 3-те 33 болады. Ал M1 бізде 2 килограмм. Сонда 2 көбейтілген 3-те 33 тең болады 6-да 66 немесе 67 деп жазсақ болады екен ньютон. Так, мына жерде қараңыз. Не үшін мынау M1, мынау M2-ге тең деп алдық? Себебі есепте берілген кезде обычно поочередно беріледі. Сол үшін мына бізде M1-ге сай болса, мынау бізде M2-ге сай болады екен. Сұрақ бар ма?
Жақсы, сұрақ жоқ болса, онда ары қарай жылжайық. Көрсетілген системаның үдеуін табыңыз дейді. Бұл жерде жаңағы есепке ұқсас, бірақ бізде бірінші масса мынандай бір под углом тұр, көлбеу. Так, енді не істейміз? Как всегда, бірінші массаны және екінші массаны бөлек-бөлек қарастырамыз. Қандай күштер әсер етеді, соларды сызайық. Төмен қарай бізде NG, мына бағытта бізде жіптің керілу күші, жоғары қарай N, иә? Так, енді бізде былай істесек болады. N мен жіптің керілу күшін X және Y бағытына қатысты екі қалай дешеді? Екі компонентін тапсақ болар еді, бірақ мынандай есептерде көбінде былай жасаған оңай. Бізде обычно бағана мен сіздерге көрсеткенімдей Y координатасы, ал мынау X координатасы. Біз осыны ауыстырамыз. Яғни Y штрих былай қарай, X штрих былай қарайды. Сонда қарасаңыздар, N мен T как будто бізде Y штрихпен және X штрихпен бағытталған, ал MG бізде белгілі бір углда, иә? Сол үшін осы MG-ді екі компонентке бөлейік. Мына бағытта және мына бағытта. Сонда қараңыз, T бізде MG-дің мына X штрих бойындағы компонентіне тең болса, N бізде MG-дің Y штрих компонентіндегі күшіне тең болады. Так, енді бізге мына углды определять ету керек. Қай жері 37 градус. Оны қалай определять етсек болады? Қараңыз. Мына жеріміз бізде 37 градус дейді. Мына жер 37 болса, мына жер бізде 53 градус болады. Дұрыс па? Мына бірі 90. Мына жеріміз бізде 37 болса, мына бірі артық сызылып кетті. Мынаны алып тастайық. Мына жері бізде 37 градус. Яғни, мына бағытта бізде MG косинус 37 болса, мына бағытта бізде MG синус 37. Болды, бізде бұлардан басқа ешқандай күштер жоқ. Және біз мына MG-ді екі компонентке бөліп тастадық, иә? Бұл уже керек емес. Осы жерден N бізде неге тең болады? MG косинус 37. Және де бізде мына бір масса, екінші масса басымырақ болады ғой. Сол үшін былай қарай қозғалады деп алсақ болады. Яғни үдеу мына бағытта болады. Бұл нені білдіреді? Бізде мына жіптің керілу күші MG синус 37-ден басымырақ дегенді білдіреді. Сонда
F ортақ бізде неге тең? Жіптің керілік күші азайтылған mg синус 37. Дұрыс па? Дұрыс сияқты. Және F ортақ бізде m-ға тең болғандықтан бірден жаза салайын. Т минус mg синус 37 тең болады m-ға. Бұл бізде бірінші массаға байланысты формула, е? Бірінші формула деп жазып тұрайық. Ал енді екінші массаға қандай күштер әсер ететін сызып шығайық. Қараңыз, төмен қарай mg, m2g, жоғары қарай жіптің керілік күші. Басқа күш бар ма? Жоқ, е? Ал үдеу бізде төмен қарай болғандықтан, яғни m2g бізде жіптің керілік күшіне қарағанда басымырақ, яғни m2g азайтылған Т бізде F ортаққа тең. Бұл бізде m2-ға тең. Осылай жазсақ болады. Бұны екінші формула деп алайық. Енді бағанағындай осы 1 мен 2-ні жазып, жүйе құрып шығарамыз. Мынаны турасына жазып қойайын. m1g синус 37 тең болады m2-ге. Енді давайте мынаны қосайық. Бізде бір жүйе ғой. Қосқан кезде m2g минус m1g синус 37. Ал мұнда t плюс, именно t минус. Екеуі не істейді? Қысқарып кетеді қосылған кезде. Ал оң жағында теңдеудің мына жерде m1a кешіресіздер. m1a қосылған m2a немесе m1 плюс m2a деп бірден жазылсақ болады. Енді не істейміз? А-ның формуласын шығарайық. m2g азайтылған m1 g синус 37 бөлінген m1 плюс m2. Осы жерден сандарын орнына қойсақ, m2 бізде массаның барлығы 5-ке тең ғой. Сонда 50 азайтылған m1 50 көбейтілген синус 37. Синус 37 бізде 0,6 болса, мұны 30-ға тең болады. Бөлінген m1 қосылған m2 10. Және осы жерден 50 азайтылған 30, 20 бөлінген 10 бізде 2 метр секунд квадрат. Жақсы. Так, біз енді мына жерден үдеуді таптық. Тағы бір белгісізіміз бар, ол бізде жіптің керілу күші. Соны табайық. Мына бірінші немесе екінші формуланы кез келген қолдансақ болады. Мен мына жерде екіншісін қолданғым келіп тұр. m2 дегеніміз 50 азайтылған t тең болады 5 көбейтілген 2. Және осы жерден t бізде 40 ньютонға тең болады екен. Сұрақтарыңыз бар ма?
Так, сұрақ жоқ дейді. Сұрақ жоқ болса, негізі екі затты түсінуге болады. Ол либо сіздің оқушыңыз бәрін түсініп отыр, немесе ештеңе түсініп отырған жоқ. Ну, енді біз надеяться етеміз, что сіздер барлығын түсініп отырсыздар деп. Егер сұрақтарыңыз болса, ұялмай қоя беріңіздер. Просто мынандай момент болуы мүмкін, когда мен мысалға бір затты өте оңай, түсіну жеңіл деп ойлауы мүмкін, бірақ сіздерге ол түсіну кішкене қиын болғандықтан мен оны білмеуім мүмкін да, сіздер түсінбей отырсыздар ма, немесе түсініп отырсыздар ма, соны. Ана угылдарды қалай тапқан түсінбей отырмын дейді. Жақсы. Қараңыз. Ол үшін былай істейік. Мен сізден бірдеңе сұрайын. Мына жер 90 градус болса, мына жері, допустим, 37 градус болса, мына жері 53 градус екен білесіз ғой, иә? Оны білу керексіз. Енді қараңыз. Мына нүктені аламыз. Осы нүктеде бізде былай қарай бір күш, былай қарай екінші күш. То есть мына екі проекция. И бізге мына угылды табу керек. Және біз жаңа көрсеттім ғой. Жоғары қарай Т, иә? Бізде есеп бойынша берілгені, қараңыз. Мынандай ғой, мынандай үшбұрыш. Мына жері 37 градус. Яғни мына жері 37. Дұрыс па? Енді мына жерменде 90 болғандықтан мына біреу. Давайте былай істейік. Басқа түспейсіз. Мына жерменде 90 градус. Болса, мына жер қанша болады? Тура осы сияқты. Екінші жағы 53 болады. Келесі. Жасылмен сізден. Енді менде мына жерін 90 деп алып отырмын. Мына жерменде 53 болса, мына жерім қанша градус? 37. Мені осылай таптым, мына жері менде 37 градус екен. Так. Ағай, осы есептен нормаль күшін қолданылмай ма? Нормаль күші негізі көп есептерде қолданылмайды, егер сізде үйкеліс күші болмайтын болса. Нормаль күші жаңағы үйкеліс күші бар есептерде көбірек қолданылады. Скорее всего, бүкіліне қолданылады. Вот солай. Сол үшін бұл нормаль күшін санаудың ешқандай қажеттілігі болған жоқ. Келесі сұрақ. 50 минус Т тең 5 көбейтілген 2. Осы жерде 5 көбейтілген 2 қайдан шықты дейді. Қадірәлі түсіндіріп жетті, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, егер сұрақтарыңыз болмаса, қазір үзілістің уақыты келіп қалған сияқты. Менде формуладан формула шығарып жібердіңіз. Менде формуладан формула шығарып жібердіңіз. Менде емес, неге деп сұрағыңыз келген сияқты.
формуладан формула шығарып жібергенде қараңыз. Бізде динамикада, бағана мен айттым ғой, негізі осы бір ғана формула бар, ол F ортақ тең MA деген. Осы формуланы білсеңіз болды. Ал қалғаны сізде жаңағындай күштер қалай әсер етеді, қандай бағытта әсер етіп жатыр, соған байланысты болады. Сіз сол арқылы мына F ортақты табасыз. Болды. Сонда қараңыз. Мысалға мына жерде бірінші массада бізде Т жоғары әсер етіп жатыр, ал mg синус 37 төмен әсер етеді. Білесіз ғой, мысалы, екі күш екі түрлі бағытқа қарай тартатын болса, ортақ күшті табу үшін біз не істейміз? Үлкеннен кішісін азайтамыз, иә? Тура сол сияқты біз мына жерде жаңағы масса жоғары қарай қозғалады деп алдық. Яғни Т mg синус 37-ден жоғары деп алдық та. Сөйтіп F ортақты таптық. Т-дан mg синус 37-ні азайтып, F ортақты таптықтағы осыған теңестірдік. M1-ге теңестірдік. Тура солай мына жерде екінші масса үшін жоғары қарай бізде Т, төмен қарай mg. mg бізде Т-дан үлкенірек. Үлкен болған үшін ол төмен қарай қозғалып жатыр да, былай қарай. Бір үдеумен. Сол үшін біз mg-дан Т-ны азайттық. m2g-дан Т-ны азайттық. Және бұл бізге F ортақты береді. Но F ортақ, ал F ортақ біз білеміз, динамиканың бір ғана формуласына неге тең? m2a-ге тең. Өйстіп, мына бірінші формула мен екінші формуланы қосамыз да, жүйе ғой бұл. Мен сізге мұнан айтпаған шығармын. Мына екі формулада да бізде екі белгісіз бар. Ол бірінші белгісіз Т, екінші белгісіз үдеу А. Көрдіңіз бе, бірінші формулада осы екеуі бар, екеуі де белгісіз. Біз біреу болмаса, екіншісін ешқалай таба алмаймыз. Ал екінші формулада дәл солай. Т бар және А бар. Екі белгісіз. Біз екі белгісіз болса, бір формула арқылы оларды таба алмаймыз. Сол үшін не істейміз? Біз бұл екеуін екі формуланы бір-біріне қосу арқылы как-то комбинировать етіп, жүйе құрастырып, біреуін тауып аламыз. Мына жерде міне мен алдымен үдеуді тауып алдым, екеуін қосу арқылы. Үдеу менде екі шықты. Одан кейін алдындағы екінші формулаға әкеп қойып жаздым. Уже менде А белгілі, осы жерден тек қана жүктің керілу күшін ғана табу керек. Болды. Жақсы. Егер барлығы түсінікті болса, қазір шығайық және 11:50-де қайтып кіреміз.